Армысыздар, қадірлі отандастар. Бүгінгі брифингте баршаңызды қоғамымызға ірткі салып жүрген қандықол қылмыскердің әрекеттерінен сақ болуға шақырамыз. Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы экстремистік ұйым. Оны кім басқаратынын көпшілік біле бермейді. Жетекшісі Мұхтар Әблязов. Оның арбауына түскен кейбір азаматтар өкінішке орай оған зор сенім артады. Естеріңізге салайық, 90-шы жылдары ол бизнесте болып, кейін Кегок ұлттық компаниясын және энергетика министрлігін басқарған. Көп ұзамай ол заңды белден басып, ұры, жемқор, алаяқ және адам өлтіруші қылмыскерге айналды. Энергетика министрі кезінде жемқорлық жасаған үшін 2002 жылы 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Қылмысына өкініп, мемлекет басшысымен халықтан кешірім сұрап, түзелуге уәде берген еді. Кешірілген соң бостандыққа шығарылды. Алайда байлыққа құнығып, қылмыстық әрекеттерін әрі қарай жалғастырды. 2005 жылы өзінің бизнес серіктесі БТА банкінің төрағасы Тәтішевті өлтіруді ұйымдастырғаны ашық сотта дәлелденді. Қылмыскер Тоқмәди Тәтішевті аң аулау кезінде Әблязовтың тапсырысымен өлтіріп, оны жазатайым оқиға ретінде көрсеткенін, ол үшін 4 миллион ақш долларын алғанын мойындады. Тәтішевті өлтірткен соң Әблязов банкті иеленіп басқару жүйесіне өзінің сыбайластарын тағайындап, қылмыстық топ құрған. Әблязовтың қылмыстық қитұрқы әрекеттері сан түрлі болған. Ол өзі құрған фирмаларға жалған құжаттар арқылы миллиардтаған несиелер беріп, жеке пайдасына жаратқан. Мысалы, ол өз бақылауындағы жарғылық капиталында небәрі 92 мың теңгесі болған Рамбурс серіктестігіне 103 миллиард теңге несие берген. Ұрланған қаражаттарға Әблязов акциялар, элиталы үйлер мен пәтерлерді сатып алған. Отбасына 3 ұшақ сатып алып, олардың пайдаланылуына банктен жылына 1 миллиард теңге жұмсап отырған. Қылмыстары әшкереленген соң ол 2009 жылы Ресейде, кейін Англияда, 2012 жылы Францияда бас сауға алады. Шетелде жайлы өмір сүру үшін алдын ала қаражатты офшор арқылы елден шығарып алған. Офшор дегеніміз шетелдік компанияларды ешкім тексермейтін, бақыламайтын, шынайы қожайындары белгісіз, салық төленбейтін, қылмыстық қаражаттарды жасыруға оңтайлы мемлекеттер. Ол офшорлық мемлекеттерді пайдаланып 7,5 миллиард ақш долларын жымқырған. Әблязовтың алаяқтық әрекеттерінен қазақстандықтар ғана емес, француздар, немістер, америкалықтар мен басқаларда зардап шегуде. Миллиардтарды жымқырған үшін Ресей, Украина мемлекеттері оған іздеу жариялады. Өткен жылы Нью-Йорк соты Әблязовтың саяси қудалаудамын деген уәжін теріске шығарып, оны айыпты деп таныды. Лондонның жоғарғы соты Әблязовты алаяқ деп танып, одан 4 миллиард ақш долларын өндіруге, жалған жауап берген үшін 22 айға бас бостандығынан айыруға үкім кескен. Англия ішкі істер министрлігі оны босқын мәртебесінен айырған соң, ол Францияға қашып кеткен. Сол жерде ол өзін Қазақстан билігімен қудалауда жүрген саяси қайраткер кейпінде танытып, демократия үшін күресуші ретінде имидж қалыптастыра бастады. Оның осы 200-лігінің мақсаты бірі қылмыстық жауаптылықтан жалтару. Айта кетейін, 2007 жылы кешкі Бішкек басылымына берген сұхбатында Әблязов Қазақстанға су беруді тоқтатуды ұсынған. Осылайша елдің оңтүстігін құрғақшылықтан зардап шеккізуге ұмтылған. Қазіргі таңда оған қатысты көптеген азаматтық процестер жүргізілуде. Бүгінде 1 миллиард ақш долларынан астам қаражат қайтарылды. Қылмыстық істер бойынша 8 айыптау үкімі шығып, 42 адам сотталған. Жымқырылған қаражатты қайтару мен оны жауаптылыққа тарту үшін тиісті жұмыстар атқарылуда. Құрметті отандастар, бүгінде Әблязов халық мүддесін желеу етіп, жалған ұранмен азаматтарды заңсыз акцияларға үгіттеуін жалғастырып келеді. Ол сіздерді қоғамда әлеуметтік алауыздық және ұлтаралық қақтығысты тудыру үшін пайдалануда. Оған бір-бірімізге деген сенімімізді жоғалтқанымыз тиімді. Әблязовтың көксегені еліміздің тыныштығы, азаматтарымыздың амандығы емес,
жеке басының мүддесі, мансабы. Ол қылмыстық жауаптылықтан құтылуды көздейді. Бұрын өзі жымқырған сіздердің қаражаттарыңызды митингке шыққандарға төлеуде. Біз сіздерді арандатушылыққа бой алдырмауға, заңсыз акцияларға қатысудан бас тартуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.